know all your secrets. Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте оңай салаттың рецептісін ұсынамын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, құрамы тек 2 ғана заттан тұрады. Мен бұл салатты дайындау үшін 3 дана қиярды, 1 дана сабызды пайдаландым. Осылай видеода көрсетілгендей барлығын терканың көмегімен ірі бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Мен әсемдік үшін осындай терканы пайдаландым. Пышақтың көмегімен де осындай ірі бөліктерге бөліп кессеңіз болады. Жуып тазаланған сәбізімізді теркадан өткіземіз. Құрметті достар, қазақша каналдың дамуына өзіңіздің үлесіңізді қоса отырыңыз. Ол үшін тіркелу батырмасын басып қоюды ұмытпаңыз. Сәбізімізді үккіштен өткізіп болдық. Енді үстіне аскөктерімізді ұсақтап тураймыз. Кез келген аскөкті пайдаланып қоссаңыздар болады. Мен укроп пен петрушканы пайдаландым. Салаттың үстіне 1 шай қасық тәтті бұрышты, 1 қасық қара бұрышты, 3 қасық күнжіттіп қостым және кішкене ғана тұз қосып, сәбіз салатына арналған дәмдеуішті қостым. Егер ащы болғанын қаласаңыздар, қызыл бұрышты қоссаңыздар да болады. 2 шай қасық соя тұздығын қостым және аз проценттік, яғни 9% уксустан жарты шай қасық қостым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұрышымыз пен тұзымыз салатымызға әбден сіңуі керек. Осылай араластырып болған салатымызды тәрелкеге саламыз. Менде 1 үлкен тәрелке шықты. Дайын болған салатымыздың үстіне әсемдік үшін тағы да 1 қасық күнжітті себеміз. Мінекей, біздің салатымыз дайын болды. Бұл салатқа соя тұздығы өте ерекше дәм береді. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.